Бүгінгі American Trip'те не қызық? Қазақтың құртын шетелдіктер ұнатты ма? Нью-Йорк қазақтары бас қосқан концерт және Америка қазақтары. Нью-Йорк фильм академийдің артықшылықтары мен кемшіліктері. Дайын болсаң, кеттік ендеше. Қазақ менің жалғызым. Осы сөздің шын мәніндегі қадірін шетелде жүргенде түсінеді екенсің. Әртүрлі ұлт өкілдерінің арасынан қазақ немесе қазаққа ұқсайтын жандарды көргенде бірден жақындап барып хал сұрасқым келеді. Елден кеткеніме апта болмай жатып, қазақтың қара көздерін сағынып бастадым. Іздегенге сұраған демекші, Нью-Йоркта өтетін классикалық музыка концертіне жолым түсті. Сабақтан шыға салып, бірден концертке келетін болдық. Нью-Йорктағы Айман Мұсақожаеваның концерті. Қазақтың қазақилығы шын мәнінде шетелде білінеді дейді ғой. Шетелден Айдын деген бауырымызбен таныстық. Айдын өзі қай қаладан боласыз, қандай кәсіппен айналысасыз, айтып өтсеңіз. Мен өзім Қарағанды қаласының тумасымын. Бәрекелді. Қытайдан Америкаға біз үшқа келеміз. Үш сала бар. Траковое направление, бунтное направление и e-commerce бар. Біз осы жерде біз партнер боламыз. Керемет. Айдынның шақыртуымен концертке қонақ болып, осы жақтың бір топ қазақтармен таныстым. Бір сәтке болса да, елде жүргендей сезім биледі бойымда. Ал концерт болса, өте жоғары деңгейде өтті. Қазақтың біртуар дарынды қызы Айман Мұсақожаеваның оркестрмен бірге орындаған шығармашылығы керемет әсер қалдырды. Жалғыз менің емес, барша көрерменнің көңілінен шықты деген сенімдемін. Елдің атын күллі әлемге әйгілі еткен отандастарымыздың барына қуандым. Ал қайырлы таң, міне дүйсебім сабаққа да келдік ал. Мен және Елбек ағам папам болып сабаққа келіп жатыр. Қолымнан жетектеп келдік. Келесі тақырып Нью-Йорк фильм академиясы жайлы болмақ. Үш бірдей артықшылығы мен кемшілігін айтқым келеді. Артықшылықтары: теория 20%, ал практика 80%. Сол себепті үйренгеніңді сынап көру арқылы тез қабылдайсың. Ағылшыным үздік болмаса да, мұғалімдер мен профессорлардың саған деген жылы қарым-қатынасы. Кез келген ойыңды еркін жеткізесің, және ол ой өзгелердің ойымен бірдей болуы міндетті емес. The final result, we need editing this short film. Yes, so in 3 shots. Today? Yes, today. Okay, thank you. Найфа деген жақсы екен әрине. Кемшілік дейтіндей, шілей кемшіліктер емес, алайда маған ыңғайсыздық тудырған кей фактілер. Сабақ аптасына 7 күн, таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін ойын күлкіге асаба уақыт жоқ. Сабақтан да шықтық. Емам, ми қатып кеткендей, оңай емес екен. Достар, оңай емес екен. Басынан бастап үйретіп жатыр, мен білетін нәрселердің барлығы негіз айтып жатыр. Енді сабақ қиындай ма деп отырмын. Көреміз. Тапсырманы жіберу строго дедлайнмен. 1 минуттық кешігу и сенің тапсырмаң күйіп кетті. Айтып отырғанымдай, Қазақстанның бос білім беру жүйесінің қасында мұндағы қатал тәртіп сенің жетістікке жедел жетуіңе септігін тигізеді. Алпауыт мемлекеттің құрылуына да осы әсер еткені айдан анық. Ал арасында үзілісте осылай группаластармен контентте түсіріп аламыз. Сондай керемет, бізде тамақ жеу үрдісі болып жатыр. Мына тамақтарды бірінші рет көріп жатырмын, дәмі өте қызық секілді. Елден апарған құрттың дәмін шетелдіктер татып көрсін ендеше. Қайырлы күн, біз сабақтамыз. Қазір мен бразилиялық группаласыма біздің қазақтың құртының дәмін татқызғым келіп тұр. How are you? Hi. Very interesting. Good? Points. 10 is 10? 9. 9? Good. Құрт ұнады. Проверкадан өтті. Қазір тағы бір группаласымызға бір талын беріп көреміз. Құрттың дәмін көрсін. Okay. Just one, right? I don't like it. No? No. Point. 10. 0. For 0? me, it's like a
cheese. Sure. I don't like it. Okay. Thank you. No problem. Thank you. Қысқасы, жаңа эмоцияға толы күндер өтіп жатыр бұл жақта. Жаңа мемлекет, жаңа ережелер, жаңа приоритет және мына әлемге жаңаша көзқарас. Келесі шығарылымда сендер үшін бұдан да қызықты контент дайындап қойдым. Осы видеоға лүпіл басып пікір жаз. Қысқасы, елден жырақ жүрген жігітті қолдап қойыңдар ал. Көріскенше күн жақсы.